Сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге мен Севинч және Дана. Бүгін біз сіздермен біраз шынайы, тіпті кей жерде ауыр көрінуі мүмкін бір тақырыпты сөйлесеміз, бірақ дәл сондай тақырыптар адамды оятады және ойландырады. Бүгінгі эпизодтың атауы өзгелер кінәлі емес. Өмірің өзіңе ұнамаса, өзің кінәлісің. Бұл сөзді бірінші рет естіген адамға қатал сияқты естілуі мүмкін, бірақ шынымен ойлап қарасақ, оның ішінде үлкен еркіндік жатыр. Бұл біз эпизодты біреуді ренжіту немесе біреуді сынау үшін жазып отырған жоқпыз. Бұл біз өзіміз күнде ойланатын, өзімізде өтетін жол. Себебі бізде бәрі идеал емес, бізде шаршаймыз, иногда күлеміз. Бізге де кейде сырттан кінәні іздегіміз келеді. Бірақ неғұрлым шындықты өзімізге жақындатып, өз өміріміздің тізгегін өз қолымызға алсақ, соғұрлым жеңілдеп қаламыз. Дәл солай. Сондықтан жай ғана бос мотивация емес, нақты шынайы әңгіме болсын деп, бұл эпизодта жан-жақты талқылаймыз. Бұл тақырыпты таңдаған себебіміз, адамдар арасында менің өмірім неге бұлай, неге бәрі менен алыстап кетеді, неге менің жолым болмайды деп өз-өзін жазғырады. Ойлар мазалайды осындай. Қарасақ, көбісі проблемаларын айтып тұрады, бірақ шешімге келмейді. Ең қызығы, адамның бұл шығымдарының артында әрдайым бір кінәлі тұрады. Мысалы, ата-ана дұрыс тәрбиелемеді, ақша жоқ, стипендия жоқ, бұған кім кінәлі, бұған мұғалім кінәлі, оқытушы кінәлі. Осылардың бәрін біз кінәлі қып шығара береміз. Яғни осындай уәждердің тоқтамай айтылуы қалыпты нәрсеге айналып бара жатыр. Бірақ өте сирек адам мен не істедім, мен неге тырыспадым, мен неге уақытысында оқымадым, неге өзімді ақтап жүрмін деген сұрақты қояды. Ал шын мәнінде біздің өміріміз, біздің таңдауымыздың, біздің әрекетіміздің нәтижесі. Севинч, дұрыс айтасың. Біз осы эпизодта ешкімге кінәлісің деп көрсеткіміз келмейді. Жоқ, біз сенің күшің өзіңде деген ойды жеткізгіміз келеді. Өйткені өмірді өзгертетін жалғыз адам ол өзіңсің. Неге адамдар кінәні сырттан іздейді, Севинч? Айтайын ба? Айтшы. Шындығын айтсақ, кінәні өзімізге алу ең қиын нәрсе. Себебі бұл өзімізді мойындау. Мен дұрыс істемедім, мен қателестім, мен әлсіздік жасадым. Мұндай сөздер адамға ауыр тиеді. Өте ауыр. Дана. Психологияда бұл өз-өзіңді қорғау механизмі деп аталады, Дана. Адам өзін кінәлі сезінгісі келмейді. Және миды ең үлкен ерекшелігі ол адамның жайлы, қауіпсіз жерде қалғанын қалайды. Сондықтан ми мәселе сенде емес, басқа біреуде деп итермелейді. Және солай ойлайсың да, Дана, сен. Севинч, ал кінәні сырттан іздеу адамды уақытша жеңілдетеді, білесің бе сол туралы? Мысалға, мен қазір квотаға іліну үшін ілінуге болады, бірақ бұндай әрекет істеп жатқаным жоқ та. Мен мұғалім кінәлі деп отырмын. Ал сен уақытысында оқымадың. Ал өзіне ренжімейді, жауапкершілік алмайды. Ештеңе өзгертудің қажеті жоқ сияқты. Дұрыс айтасың да. Бірақ ұзақ мерзімде бұл адамды құртады, дейсің ба? Себебі сен бүкіл басқаруды басқалардың қолына беріп қоясың. Және олар кінәлі деген өмір, олар өзгермейінше менің өмірім өзгермейді деген өмір болып есептелінеді. Одан бөлек біз бала кезден үйреніп қалғанбыз, Севинч. Бағаң төмен болса мұғалім кінәлі, үйде ұрыс болса ата-ана кінәлі, достарымен түсініспесең олар кінәлі, жұмыс қиын болса бастық кінәлі. Севинч, бұл әдет бізбен бірге өсіп келеді. Дана. Ал адамның келешек болуындағы ең маңызды сәті, білесің ба не? Жауапкершілікті мойындау, Дана. Өз қателігіңді көру әлсіздік емес, ол күш. Өмірдің 90% біздің таңдауымыздан тұрады, Севинч. Кейде адамдар, мен мұндай болғым келмеді дейді. Бірақ шын мәнінде бүгінгі жағдайымыз кеше жасаған әрекетіміздің тікелей нәтижесі. Бәрі таңдау. Оқымағансың, бүгін білмейсің, тәртіпсіз жүргенсің, бүгін қиын. Жинамағансың, бүгін жетпейді. Бір нәрсені кейінге қалдыра бергенсің, бүгін кешігіп қалғансың. Севинч, өмір
бір күнде өзгермейді, бірақ таңдау бір күнде жасалады. Әр кішкентай шешім үлкен нәтижеге келеді. Соны білесің бе? Я білемін, бірақ ойдан өткізу керек бұл сөзіңді. Ал реакция бәрінен маңызды. Бір жағдайдың өзі барлығына бірдей әсер етеді деген жоқ. Біреу құласа, мен әлсізбін деп тұрады. Екінші тағы да тырысайын деп қайта жүреді. Өмірді көретін көзіміз біздің шынайы фильтріміз. Біз сол фильтрді өзгерткенде ғана өмір өзгере бастайды. Енді Дана екеуміз шынайы мысалдарды айтып кетейік. Ең көп айтылатын сылтау ол уақыт жоқ. Бірақ сол адам күніне 3-4 сағат телефонда, яғни сол 3-4 сағаттың 2 сағатын тиктокта өткізеді. Яғни уақыт жоқ емес, приоритет басқа. Біз өзімізде уақытты талай рет босқа өткізгенбіз. Мысалға мен сабақ оқимын деп отырамын да, тиктокқа кіріп кете берем. Кейде түнгі 1-ге дейін тикток көріп жатам да, ертең мен де ештеңе үлгермеймін деп шағымданып сабаққа бармаймын. Сосын өзіме өкпелеп отырамын, неге мұндай болды деп. Тағы да бір сылтау айтып кетейін, мүмкіндік жоқ. Ал шындық, мүмкіндік бұрынғы кезден де көп. Интернет бар, тегін білім бар, подкасттар, лекциялар, кітаптар, курстар, бәрі қолжетімді ғой, Дана. Мені ешкім қолдамайды, Севинч деген сөз барлығын ойландырса керек. Мен ешкім қолдамайды деген. Өйткені неге басқа адам сені қолдауы міндетті деп сұрағым келеді сол адамнан. Ең бірінші болып сені қолдауы тиіс адам ол өзіңсің, Севинч. Және ең қызығы, көп адам ақша жоқ дейді, білесің бе, Дана? Бірақ смартфон бар, интернет бар, яғни ресурс жеткілікті. Проблема приоритетте. Кейде жоқ деген сөздің артында шын мәнінде қаламаймын деген жасырын мағына болады. Мысалға, адам шынымен қаласа, ол кез келген жағдайға, мысалға, кез келген жұмысқа, оқуға болсын, басқаға болсын, үлгере бастайды. Ал қаламаймын деген сөзден қара, жоқ деген сөз адамға өте қолайлы деп айта аламын. Мысалға, қаламаймын деп айта алмайсың ана жерде. Жоқ деген одан жеңілірек. Дана, дұрыс айтасың. Ең үлкен өтірік ол өз-өзімізге айтатын өтірік. Өміріңді өзгертудің алғашқы қадамдарын айтайын ба саған? Айтшы. Өмірді бір күнде 180 градусқа өзгерту мүмкін емес, бірақ 1 градусқа өзгертуге болады. Сол 1 градус күн сайын өзгерсе, 1 айда үлкен нәтиже болады. Күніне 10 минут кітап оқу аз көріну мүмкін, бірақ 1 жылда ол бақанда 12 кітапқа ұласады. Күніне 5-10 минут жаттығу 1 айдан кейін шаршағыштықты азайтады. Ал таза ауада 15 минут жүру, білесің ба, ол ойды тазалайды. Телефон уақытын 30 минутқа қысқарту өнімділікті көтереді. Біз 30 минутқа емес, телефон уақытын 2 сағатқа қысқартуымыз керек. Тұрақтылық басты кілт деп айтады ғой. Мысалға, көлем емес, күнделікті қайталау. Осы сен айтқандардың барлығын уақытылы қайталап жүрсе, тек қана сен, мен емес, бүкіл қоғам өзгереді деген ойдамын. Адам өзіне тым үлкен мақсат қойып, бастай алмай қалады. Ал кіші қадамдар ең дұрыс жол деп есептеймін. Өміріңе иелік ету ол бостандық. Кей адамдар жауапкершілік алудан қорқады. Олар бәріне өзім жауаптымын деген ой ауыр көрінеді. Бірақ керісінше бұл еркіндік. Өйткені сен басқаға тәуелді болмайсың, ешкім сен үшін шешпейді, сенің көңіл күйіңді, болашағың, жоспарыңды өзгертетін только сенсің. Менің өмірім менің қолымда деген ойдың өзі адамды рухтандырады, психологиялық түрде босатады. Әр адам кейде тоқтап өзіне қарап, өз-өзіне өте шынайы сұрақтар қою керек. Ол міндетті. Мен соңғы 1 аптада не істедім? Мен кімге шағымдандым? Ал не істедім? Мен өзгеруді қаламаймын ба? Әлде тек соны айтқым келе ме? Ертең басқа болу үшін бүгін қандай нақты қадам жасауым керек? Бұл сұрақтар жағымды емес. Бұндай сұрақтарды адамдар өз-өзіне қойғысы келмейді. Бірақ бізде алға жылжытатын осындай шынайылық. Өзіңе өтірік айтқан сайын өмірің де өтірікке айналады. Сонымен бүгінгі эпизодтағы ең басты ой кінәліні сырттан іздемеу. Егер өмірің ұнамаса, ең бірінші өзгертетін адам ол өзіңсің.
ешкім сенің орныңа өміріңді жақсартпайды, ешкім сен үшін әрекет етпейді, ешкім сені құтқармайды, тіпті ең жақын адамдарың да, ата-анаң да десем болады. Сондықтан сенде тек бір күш бар, ол тек өзіңсің. Бүгінгі әңгімеміз сізге жаңа ой, жаңа энергия, жаңа серпіліс берді деп сенеміз. Бізді таңдағандарыңызға көп рахмет. Өмірің өз қолыңда.